Ай туғанда жасалатын ритуалдар мен техникалар. Ай туған, новолуние. Бұл кезең жаңа жұмыс бастауға, өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге арналған бақытты кезең. Интуицияңыз дамиды, сол үшін өзіңізге және өзіңіздің ішкі дауысыңызға сеніңіз, барлығы орындалады. Чек изобилия, яғни молшылық чегі. Бұны ай туғаннан бастап бір аптаның ішінде толтырыңыз. Блокноттарыңызға армандарыңыздың тізімін жазыңыз. Нені қалайтынымызды жазамыз. 25 арман жазыңыз осы шақта, позитивті түрде. Ай туғанда әмияндарымызды тазалап, ішіне ақша салып, терезенің алдына қоямыз. Бұл әмиянды зарядтау деп аталады. Дзи браслет, кулондарды да айға қойып зарядтапсақ болады. Әрине, егер сіздерде дзи браслет болса. Үйіңізді тазалаңыз, ескі нәрседен құтылыңыз, лақтырыңыз керек емес дүниені және ауаны кеңейтіңіз. Новолуние ол әр адамға әртүрлі әсер етеді. Бір адамдардың энергиясы асып тасып жатса, екінші адамдардың энергиялары азайып қалады. Осы кезде өзіңізге көңіл бөліп, тұзды ваннаға қабылдаңыз. Менің парақшамда тұздың негативке қандай әсері бар туралы видео бар, соны көрсеңіз болады. Бұл новолунияда бұрынғы бастаған, аяқталмай қалған жұмыстарыңызды аяқтап, қателіктермен жұмыс